Құр ауызбен айта бергеннен көрі өздерінің де қолмен істеп үйренгендері жақсы. 2 метр 30-ды екі жағынан өлшеп бар балам. Екі жағынан өлшеп бар. Сосын арамен маған кесіп дайындап бересің. Ана рейканы бері қарай алып кел. Мына жерге қой ол рейканы. Мына жіңішке ағашты рейка деп атайды, түсінікті ғой? Белдемше деп қояды. Дұрыстап осы жерге қой, тағы енді маған тағы екеуі керек осындайдың. Барып алып кел ана жақтан. Сүлеймен, олай жасалмайды. Ананы былай қарай шығар дедім. Қысып қалады араңды. Ары қарай апарып қой рейканы. Саусағыңды жақындат оған. Жақындатып саусағыңды қойып ал. Сөйтіп ал да, жаймен істейсің да. Сосын арман қарай өзі кетеді. Қаттырақ ұр. Қолыңды ештеңке де болмайды. Қорыққаннан ештеңке өнбейді. Қорықпай жұмыс істеу керек адам жұмыс істеген кезде. Қоя сал сол жерге балам. Бар да үшіншісін алып кел. Міне осындай болып жабылып келе жатыр. Енді жеріміз кішкене еңістеу болғаннан кейін осындай болып жатыр. Анау асты келіп өтіп баратқандар ана жер ашық қалыпты, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп айтып жатыр енді. Мен айттым, оның бәрінің есебі бар деп. Анау жерде астынан сплиттеріне қойып биіктетіп, сол жерге бірдеңке жасалады. Әзірге ол жасырын. Жұмыстар жүріп жатыр. Бригада жұмыс торып жатыр. Енді өзімде бір қатты керемет тез істейтін адам емеспін. Жай басарлығым бар. Бірақ әйтеуір жұмысым өзіме ұнайды. Міне осындай жалпы әдемі нетіліп жатыр. 1,5 метрде болып қалады екен негізі. 2 метр болса тіптен қатып кетер еді, бірақ кішкене енді бюджетный вариант, кішкене де болса экономдаған түріміз енді. Әйтпесе жағдай кеп тұрса 2 метрден жапса мүлдем қатып кетер еді. Сіздер олай жасасаңыздар тіптен жақсы болады. Так, сосын анандай стройка жасап атқанда сотканы алып таста, құрт көзін. Алып таста, ешқандай әңгіме айтпа. Қалтаңа да салма, апарып таста. Анау бір жерге қоя сал. Міне осындай достар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сосын барлық сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді өтініш видеолардың астына жазсаңыздар. Өйткені көп адамдар видеоны қарайды, мен жекеме жазып жатады. Мысалы, күніне бәленбай адамға сұрағына жауап беріп отырып жекеге. Менің уақытым да керек оған, біріншіден, екіншіден, одан ешқандай пайда да жоқ. Комментария болады да видеоның астында. Өтініш, тек қана барлық сұрақтарыңызды, қандай болмасын, видеолардың астына жазыңыздар. Барлық сұрақтарыңызды. Жекеме тек қана жарнама беру үшін ғана жазыңыздар. Үлкен өтініш, алдын ала көптен көп рахмет.